Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоларымды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайындағы шоколадты құлпынай жасайтын боламыз. Ол үшін бізге құлпынай, қара және ақ шоколад керек болады. Ең алдымен құлпынайымызды жылы суға жақсылап жуып аламыз. Себебі арасында майда-майда көзге көрінбейтін құрттар болуы мүмкін. Құлпынайларымызды жуып болғаннан кейін қағаз сүлге кептіріп аламыз. Енді тағы да бір рет құлпынайымызды жеке-жеке сүртіп аламыз. Енді құлпынайларымызға зубочистка тығып аламыз. Құлпынайларымыз дайын болды. Енді ақ және қара шоколадтарымызды ерітуге кірісеміз. Видеодағыдай майдалап бөліп аламыз. Енді суымызды қайнатып аламыз. Шоколадымызды әр 15 секунд сайын ыдыстан алып, жақсылап араластырып отырамыз. Ескеретін жайт, шоколадты қатты қыздыртып алмау керек. Себебі шоколадтың құрамы бұзылып кетеді. Шоколадты судан алып болғаннан кейін майда түйіршіктер ерігенше жақсылап араластыру керек. Ерітілген шоколадымыз осындай консистенцияда болу керек. Қара шоколадымызды да дәл солай ерітеміз. Шоколадымызға аз мөлшерде өсімдік майын құйып, жақсылап араластырамыз. Ақ шоколадқа да дәл солай жасаймыз. Енді дайын болған шоколадтарымызға құлпынайларымызды батырып аламыз. Мен ақ шоколадқа пищевой краситель қосып, түсін қызғылт қылып өзгерттім, бірақ ол сіздерге міндетті емес. Құлпынайларымызды шоколадқа батырып болғаннан кейін тоңазытқышқа 15 минут қатырып аламыз. Дайын болған құлпынайларымызға видеодағыдай немесе өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Осымен біздің шоколадты құлпынайымыз дайын. Рецепт ұнады деген ойдамын. Каналды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар.